Сіздерге талап 50%-ға дейін жеткізесіздер тауарды. Қазақ отандық. Бағдарламаны солай жасаңыздар. Жетінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар тауар, жұмыс және қызмет көрсететін компаниялармен көп жылдық келісім-шарттарды жасауды қолға алу керек. Офтейк контракт, долгосрочный контракт жасалу керек. Қазір біздің министрлікте арнайы мамандарымыз бар, осы жерде қатысып отыр. Сіздердің бүкіл жұмыстарыңызды қарайды. Егерде жылма-жыл қайтаным болатын қызмет жұмыстары болатын болса, немесе алынатын тауарлар болатын болса, оған көп жылдық контракт беру керек. Себебі біздің компаниялар соған ыңғайлап өздерінің маттек басын, мамандардың біліктілігін көтеруге олар мүдделі болады. Ал егерде сізде жыл сайын өткізетін болса, бұл коррупционный риск. Ол жыл сайын документ дайындайды. Жыл сайын оның қарайған қаржысы нотариальный контрольға кетеді. Сіздер деген оның бәрін нотариальный заверить етсесіңдер документтердің бәрін. Қытайшадан қазақша аудартасыңдар. Оның бәрі переводчиктерге ақша кетеді. 1% обеспечение бар. Осының бәрін сіздер бизнестің мойнына іліп қойып отырсыздар. Қинап отырсыздар сіздер. Жыл сайын қайталатын жұмыс. Неге ол керек? Қайта-қайта. Индексация жасаңдар, тарифін көтеріңдер, қойыңдар 3 жылға. Вообще мына ережені өзгерту керек. 3 жыл емес, 5 жыл болу керек. Неге 3 жыл? Мына американецтер ТШО жасап отыр, 5 жылға береді, 10 жылға береді. Вообще ограничить керек емес. Олар кішкене қолын байламайық, еркіндік берейік. Соны министрлік қарастырыңыздар, ана ережені, 196 ережені. Соны қарап, мүмкін 3 жыл деген аз болар. 5 жылға дейін деп қойғы болады. Оларға біз люфт берейік. 3 жыл болса 3 жыл, 5 жыл болса 5 жыл жасасын. 3 жылды не қазір өтіп кетеді ол деген.